Сәлем достар. Бүгін мен тағы да бір салмақ тастау барысындағы керемет коктейльдің қалай жасалынатынымен сіздерді таныстырамын. Бұның коктейльдің ішіне қосатын қоспаларын қазір айтып өтейін. Өте қарапайым заттар. Бұл жерде де сүт қосылады, сұлы жармасы, міне кептірілген жемістің түрлерін қосып коктейль жасаймыз. Және де қанттың орнына мұндай сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. Немесе әселден бір шай қасық қоссаңыздар да болады. Достар, енді мына коктейльдің қалай жасалынатынын мен сіздерге көрсетемін. Бірінші бір бокал сүтті құямыз. Сонан соң кептірілген жемістеріміз, үйлеріңізде қандай жемістер болса қоссаңыздар болады. Мына мейізді қосам. Бұл мейіздің пайдасы өте көп. Әрі қан аздықта жақсы жәрдем береді. Мынау черный слив, черный қара өріктің кептірілген түрі. Бұл да ішті жұмсартады. Ішектердің иммунитетін көтереді. Бұл да жақсы. Енді мына біздің сары өрігіміздің кептірілген түрі. Сары өріктің сүйегін ажыратып алдық. Себебі қазір блендерден өткізетін кезде сүйегі кедергі болады. Сол үшін сүйегінен ажыратып алдық. Енді сары өріктің кептірілген түрінде саламыз. Сұлы жармасын 3 қасық қосамыз. Сахар пудрасын 1 шай қасық қана қосамыз. Себебі салмақ тастау барысында ләжі болса тәттіні кемірек жеу керек. Сәл ғана дәмін келтірсе болды. Әсел қосатын болсаңыздар да осы қасықпен 1 қасық қоссаңыздар болады әселді. Енді блендердің көмегімен майдалап аламыз. Блендерден өткізіп алдық. Коктейліміз дайын болды. Әсіресе көктем кезінде де өте организмге керекті коктейль бұл. Бұны даже күніге істеп ішсеңіздер де болады. Таңертең аш қарынға, күніге аш қарынға 1 бокал ішсеңіздер, күні бойына бойларыңыз сергек жүресіздер. Кептірілген жемістердің түрлері бар ішінде. Сұлы жармасы бар. Міне біздің өте оңай коктейліміз дайын болды. Құрамы небәрі аз ғана заттардан тұрады, қарапайым. Бұл адам денсаулығына өте пайдалы, әрі жеңіл. Азанда аш қарынға ішсеңіздер, түске шейін қарындарыңыз ашпайды, бойдағы энергияны күшейтеді. Әрі витаминге бай коктейліміз.
жасап ішіңіздер. Енді дайын болған коктейлін көрсетемін. Дәмінің кереметтілігін жасап көріп ішсеңіздер болады. Қандай екенін сол кезде білесіздер. Осындай пайдалы түрлі смузи, түрлі ПП рецепттер, осындай коктейльдер керек болатын болса, Ақтастархан YouTube каналына тіркеліңіздер, жасап көріңіздер.